Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін мен өте ерекше видео түсіріп жатырмын. Оның атын уже оқып қойған шығарсыңдар, иә? Я бүгін видео подписчики управляют моим макияжем. Бірақ көріп тұрғандарындай қасым боялып қойған. Себебі бұл видеоны мен екінші попыткадан түсіріп жатырмын. Уже қасым бәрін боялып қойғанда дауыс шықпай тұрғанын көрдім. Сондықтан маған қас бояу как бы проблема. Әсіресе помадкамен особо не дружу. Сондықтан қасымды қалдырдым. Оған ешкімнің прям несі болмайтын шығар деген ойдамын. Прям өкпе назы қарсылау болмайтын шығар деген ойдамын. Так, мен кеше сториске опростар қалдырған. Қайсысын таңдайсыздар деген сияқты ғой. И маған подписчиктер мынандай увлажняющий кремді таңдап беріпті. Ояқта тағы матирующий крем болған. Айта кетейін, яқта айна тұр. Осы айнаға қарайын. Матирующий болған, увлажняющий болған. И мен зимний кремді да шығарып қойғанмын ғой. Оны ешкім таңдамайтын шығар деп ойлағанмын, бірақ ол да біраз дауыс жинап тастапты. Жинап қойғам, негізі бұндай прическа жасамаймын мен. Жинап қойған айтып бір нәрсе алып жат етпесін деп. Негізі мен макияждың алдында матирующий крем жаққан жақсы көремін, әйтпесе бет жылтырап кетеді, білесіздер. Әсіресе қыздар бетін шығар деп ойлаймын. Бірақ енді кімнің кожасы сухой, оған бола береді. Мен кожам сухой емес, сондықтан мен матирующий крем жаққан жақсы көремін. Так. Крем уже сіңіп кеткен сияқты. И маған бүгін кушон таңдапты. Ой, есін қағауын. Так, кушон айнасынан қарап жаға берейік. Негізі маған BB кремнің оттенгі қатты ұнайды. Цвет как бы рыжеватый ма, сондай да. Мен өзімнің аппақ кожамда сәл сарылау қылады. Негізі сондай кожа трендте деп ойлаймын. Инстаграмда әсіресе сүрте түскенге. Мен қатты плотный жақпаймын. Себебі кожамда ондай бір недостатықтар жоқ. Просто кішкене бір тегіс емес майда угрылар бар. Қалғандардың бәрі өзіме ұнайды. Болды. Осы жеткілікті. Одан кейін мен әрине консилер жағам. Консилерді бірақ шығарған жоқпын. Себебі білесіздер ма, мен осы консилерді ғана ұнатам. Қалған консилерлер Ты что-то хочешь узнать? Знаю, что тебя... Мен шын кәдімгі нелерде күнделікті бұлай оянбаймын. Консилерді вообще жақпаймын десем болады. Только видеода айтса камера бүкіл макияжды жейді. Өзім бір праздник, мереке, бір нәрсе болған кезде ғана бояп басам. Тон дайын. Қас дайын. Қасында помадкамен боядым. Осыны таңдаған екен барлығым. Көбісі. Осыған дауыс беріпті. Тон дайын, қас дайын. Енді бірден көзге көшейік. Мен 3 түрлі тендер нелерін қалдырған. Қазір мүмкіндік болса ана шетке суретін қойып кетем. Үшеуінің де солай негізі маған розовый жүректермен ұнаған.
Бірақ енді амал жоқ, маған Нюдовый Конор оттенктағы нені таңдапты, көздерді. Так, мен осылай қойып жіберейін. Мен оны светлый оттенк жағайын. Светлый теңдер. Светлый қоңыр. Оның көзінің барлық шетіне жағу керек. Көздері дәл солай. ASMR түсіре бермей, осындай видео түсірмей шештім. Бірақ ондай видеолар білмеймін қазір енді түсіре ма, түсірмей ма. Енді қоңырлау темір жағам, қоңырпен. Далып қалған ашынан. Растушевка жасайық. Мен профессионал емеспін, конечно. Бірақ өзім ұлттым, өзіме жетеді. Онда контур ең кештен жасамаймыз. Растушевканы қатырмадым деп атқан шығар. Менің қателіктер нелер болса, комментарийде жазып кетіңіздер. Так, көздің астында дәл солай боямыз. Слайм. Енді мен байқадым, что ояқта карандашпен кішкене ана стрелка салған екен. Білмеймін, кішкене ұнамай енді мен үшін кішкентай ғана болып тұр. Так. Осындай стрелка жетеді маған. Осы жетеді. Енді бірден тушқа көшіп кетейік, я. Мен солай 3 туш қалдырғанмын. Маған мынандай қара туш таңдады. Негізі оның стористер көбісі көріп үлгермеген шығар, бірақ мен кішкене таңдағандардың арасынан да болсын, әйтеуір видео түсіре берейін деп шештім. Астын көріне дейді, жақсы қою керек. Негізі мен сорт тушты қалаған супер жоқ. Туш аса қатты ұнамайды өзіме. Так, қазір тағы бір слой бөліп шығамыз. Бәрібір туш взглядты өзгертеді. Мына болды. Енді мен ерімді оларына етейін. Маған осындай бальзам таңдапты. Жақсы бальзам деп айта аламын. Оған дейін кішкене бальзам айта тұрайын. Осы видеоның астына немесе алдыңғы видеоның астына сұрақ қалдырыңыздар. Жақында мен сұрақ жауап деген видео түсірем. ASMR түрде или осылай. Сондықтан сұрақ қалдырыңыздар. Маған андай қоңыр цветтер ұнамайды негізі. Бордовый, қызыл, розовый цветтер жақсы көрем. Солай. Енді помадаға келейік. Маған осындай тинтті таңдапты. Өзімде осы тинтті қалағам. Так, 27 номермен карандашпен бірінші контурсам. Ее бэкграунд полонится, она скрывает свои лица. Я не вечером, это твой выбор, да. Ее бэкграунд полонится, она скрывает свои лица. Я не вечером, это твой выбор. Ее бокал полон иксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Ее бокал полон иксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб.
комменттер болды, шықты. Менің опростарым таңдаған, жооп берген подписчиктериме рахмет, достарыма. Слишком яркий болып кеткен сияқты. Күнделікті өмірде болмайды әрине. Қалай? Өзіме ұнады десем де болады, видеоға болады. Сенде ару жоқ, сағынар сығару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған